Достар, мал оңалу үшін қандай дәріс егу керек? Негізінде малдың оңалу үшін әр көктемде, күзде ивермек пен витакейді егіп отыру керек. Ивермектің дозировкасы әр 50 килограммға 1 мл, витакейдің дозировкасы 5-6 мл үлкен бас малға. Оның әсері қандай? Яғни мал жайылымға шыққан кезде, күй жинайтын кезеңінде ивермек пен витакейді салса, бірінші ивермек ол антигельминтный, яғни ол ішкі құртты өлтіреді. Бұл любой вакцинациялардың алдында бірінші ивермек пен витакей салып 15 күннен кейін ғана вакцинацияны бастайды, яғни құртын өлтіріп, құрт өлген мал семірмей қоймайды. Ал витакей дегеніміз ол витамин, ол малдың тәбетін ашады. Витакейдің құрамында витамин D бар. Ол өте төлдерге, яғни құлындарға, бұзауларға, қозыларға жақсы. Оның көмегі ол малдың рахит болып қалу рискін төмендетеді. Рахит дегеніңіз өздеріңіз білесіздер, ол мысалы сүтке, уызға жарымай қалған малдарда аяқтары жіңішке болып, қарны салпиып, бойы өспей қалған мал. Негізі ивермек пен витакейді қатар қолданады.